Мен енді мына қазаққа бір айтсаң түсінбейді, екі айтсаң түсінбейді, оян қазақ деп тұрсаң түсінбейді, оян десең түсінбейді, содан бетін шымшысаң түсінбейді, жаңағы аяғын шымшисың, сосын ең соңында иттің баласы тұрасың ба, тұрмайсың ба деп тебесің, соны тепкілесең түсінбейді, соны қолыңа біз алып ап, жаңа баяғыда апаларымыз етік тігетін біз бар ғой, біз деген нәрсе бар деп. Үшкір басында мынандай сабы. Сол бізді қорс өткізіп санына тығып алсаң, қазақтың санына қорс өткізіп бізді тығып ап, қан деген тура ыршып ағып, шапшып ақса, келер жыл сол уақытта менің саныма кім біз тықты деп бүйтіп қазақ сол уақытта ойлайды ғой. Сондықтан мына қазаққа түсіндіремін деп, ездіремін деп сол сәл артығырақ айтып қойдым. Соны жеткізіңіздерші, бәріне түсіндіріңіздерші. Мына күні бойы аузын ораза ұстап, кеште аузын ашып ап, қалал өсек айтып отырғанда ананың қызы қашып кетіпті, мынаның ұлы қыз алып қашып кетті деген өсекті айтпай, сол Қытайдағы туыстарына жаңағы айтсын. Серікжан Америкаға барып байып кетіпті, ойбай, бір 20 бөлмесі бар сарайда тұрады екен, бүгін мына костюмді киіп, ертең ана костюмді киіп лекция сөйлейді екен, ойбай, бір күні қалың кітаптың ортасында сөйлейді екен, Серікжан Американың шпионы болып кетіпті, баяғыда соны шпион десе сенбеп едік деп, мен туралы өсекті айтып, ауыздарыңызды күнәлі қылғанша, ана Қытайдағы туысыңа ие болып алыңдар. Өткенде бір сұмырай қатын звондайды маған. Оның өз байы келмеген қатын, енді бай жүрген, бай қамалып қалған, содан мына жақта өзі байсырап, сол басы біресе істемей жүрген қатын, енді жаныңда ашиды, біресе сол звондап тұр. Сіз осы алтайлықтарды жек көресіз ба немене? Алтай десе болды, осы алтайлықтарды сындайсыз дейді. Содан алдым да бақырып тастадым. Атаған әлет, ана байыңды алдырып ап, сол байыңменен бір бала туып, бір қатын болып дұрыс өмір сүрсеңші, мен алтайлықтарды жек көрмеймін, Алтайды жақсы көрем, алтайлықтарды жек көрсем, Нұрхан ағамды, сол Нұрхан аға, Нұрхан абыз деп осы аспанға көтерем ба? Менің бәленбай досым бар, бәленбай құда жегжатым бар Алтайдан. Алтайды жақсы көрем, ойбай дедім. Содан бар уф деп тыныштапты ғой, дәлел деп жаңағы Алтайдан алған келіндерімнің аты жөнін айтып бар уф деп, алтайлықтарды жек көрмейтінді дәлел деп бар уф дедік. Сондықтан мына өсек пөсек Серікжан байып кетті, Серікжан Американың шпион екен, Серікжан бүйтіп кетіпті, Серікжан айтып кетіпті деп, Серікжан бір қара зеңгінің қызын тоқалдық қалыпты, Серікжан бір көк көз қоңқиған бұрын әдемі қызбенен Нью-Йорктың көшесінде жүр екен, оны ана менің құдашамның құда баласының бұрынғы күйеуінің қазіргі әйелінің болашақтағы күйеуі көріп қойыпты деп қалал өсек айтып миларыңызды шерткенше Қытайдағы қазаққа ие болып нақтылы жұмыс істеп алайық. Жарай ма? Жақсы, аман сау болайық, қалың елім, қазағым. Қалал өсекті мынау қасиетті Рамазан айында айтпай қойыңыздар. Бүйтіп шыдасаңыздар, бір 10 күн қалды. 10 күн шыдап қалал өсекті айтпай, 10 күн іштеріңізге шыдап бүйтіп шырап тұрып, содан кейін 10 күннен кейін барып жіберіңіздер өсекті. Бірақ мына қасиетті Рамазан айы біткенше қалал өсекті доғар, мына Қытайдағы туыс туғандарыңызға жаңағы ие болып, жоқшы болып, сұраушы болып, соны алдыруға тырысыңыздар. Ал енді мен туралы өсекті енді айта беріңіздер. Оны 6 жылдан бері өсек десе бық етпейтін болды өзі. Қаралаған, жалалаған 93 сағаттық мен өсек деген видеоны өзімнің каналыма өзім салдырып қойдым, арнайы шпиондарды жіберіп тұрып, солардың қытайшылдардың тобында отырғызып, бүкіл дәлел факты телефонымен отырып, ол жігітке де Алла разы болсын, соның бәрін жаздырып, ертең оны биыл ма, келер жылы ма, 5 жылдан кейін бе, соның бәрін ана телефонның бәрін базадан алып шығып, аудио сенікі ма анық шығып, оларды соттауға керек. 93 сағат қаралаған видеоны каналыма салып қойдым. Елдің бәрі түсінбей қалды, қандай жынды адам өзін-өзі жамандаған видеоны өз каналына салады деп. Ол менмін. Мен болашақты көрем, мен көзім мына, анау жақты көреді. Анау жақта 7 қабат тау болса, таудың ар жағында жайылып жүрген сиырды, алағасқаны көрем мен. Мен Құдай маған солай жаңағы өмір берді. Мен міне Қытайда қазақтар қамамай жатқанда, қазақ сендерді қамағалы жатыр. Анау Тибет асып, Үндістан, Кашмир жаңағы Түркияға босқан қазақтың тағдыры қайталанғалы жатыр. Бүгін Қазақстанға шақырғанда келмеген, ертең тау асып, тас басып, темір таяқтарың тебендей, темір етіктерің теңгедей болып арып ашып жетесіңдер деді. Міне арып ашып Сайрагүл Сауытбай келді, шекара бұзып. Арып ашып Қайша Ақан келді, Қастер Мұсахан келді, Мұрагер Әлім келді, Тілек Тәбірек келді. Міне анау Бағашар Мәлік келді, міне шекарадан қашып отырып. Міне соны мен анау 13-14 жыл айтып тастағам, Қытайда қазақты қамамай жатқанда. Қамайды деп
деп тұрып айтқам. Қамайды. Жетәкеңді көздеріңе көрсетеді. Өлген қазақтың қойнында бір паспорт бар деген мақал шығарайық. Өлген сарттың қойнында бір нан бар, бір тоқаш бар деп қазақ айтады ғой. Өлген сарттың қойнында бір тоқаш бар деп. Енді өлген қазақтың қойнында бір паспорт бар деп паспорт жасаңдар. Bir балаңды өлді дегенде бір балаңды Қазақстанға жіберіңдер. Ертең сенің ең жоқшың болады. Құжат жасатып алыңдар. 4 тал тышқан дәрі сатып алыңдар. 5 тал алсаңдар қымбат болып кетеді. Шығынға батасыңдар. 4 тал тышқан дәрі алып, паспортыңның 4 жақ шекесіне қойып қой, тышқан жеп кетпесін деп. Ондай қазақты да көрдік қой. Паспортының жартысын тышқан жеп кеткен қазақ келді бізге арыз беретін кезде. Тышқан жеп кетіпті паспортын. Сондай қазақ келді, паспортымды тышқан жеп кетті деп баяғыда. Киіздің астына қоя саған ғой. Міне, сондықтан қазақтар, мен бәрін айтып тұрмын. Менің айтқанымның келмегені жоқ. Төңкеріс болады деп 2021 жылдың ноябрь айында айттым. Қазақстанда қан жоса төңкеріс болады деп айттым. 2022 жылдың януарында араға 2 ай салмай төңкеріс болды. Назарбаев тентіреп қашады дедім. Назарбаев әулеті тасталқан болады дедім. Назарбаев тұра айттым, дәл келді бәрі. Біреу қате келіп жатқан жоқ. Міне сол Қытайда қазақтың басына осындай мау заманы келетіндігім мен соны 2009-дан зарлап айттым. Мен 2009 зарлап айттым, 2017-ден бастап ұстады. 8 жыл бұрын айттым. Өтірік десеңдер, міне менің айналамдағы жора жолдастарым бар, сол заманнан менің 1001 сапарымды оққандар бар, сол заманда 13-тен бастап лекция сөйлегенде лекциямды тыңдағандар бар, бүкіл ел жұрт біледі. Міне, мен соның бәрін басы бүтін біліп, соның бәрін айтып отырған қазақпын. Енді мынаны да айтып отырмын. Енді бұдан жаңағы өтірік екен, ойбай анау мынау екен дей алмайсыздар. Сондықтан қалың елім қазағым, осының бәрін таратыңыздар. Мен айттым, тарату сіздерден. 60 апа 76-де елді тіпті өздеріңіз іздеп бар, осы бір момын ет, мына ауылдың бәрі естігенде бұл артында қалатын етсе, соны үйіне іздеп барып, жай сәлем бермейтін, таныспайды, араласпасаңыз да мынаны тыңдадыңыз ба деп тыңдатып кетіңіздерші. Сіздерге де, қыздарға да, жігіттерге де өтініш. Осы пәленше естімей қалды ау, сол өзі бір айдалада саяқ жүруші еді, осы топқа қосылмай. Сол саяқ жүретін, сол саяқ естімей қалама деп, арнайы автобусға барып, 5 автобус ауыстырып, 6-шы таксимен барып соған тура қашып тыңдамайым деп қашып барса, бас салып тура шалма тастайсыз ба, тас лақтырасыз ба, құлатып, мұжғылап отырып, менің ютубтегі сөзімді құлағына естіртіңіздерші. Жақсы, сіздерге аманат, айту менен, тарату сіздерден. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, бізде де ойбай мұна күн қайқайып бара жатыр екен ғой. 23 сәуір 2022 жыл бізде Вашингтонда қазір түстен кейінгі сағат 3-тен 21 болды. Ал, аман сау болыңыздар, қалың елім қазағым, қара орман халқым, алталашым.